Өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келгендер үшін қарапайым қағидалар бар. Бірінші, егер сізде сыр, яғни жасырын нәрсе болса, оны Алла және өзіңізден басқа ешкім білмеу керек, жасыруымыз керек. Екінші, дүниеде сіз үшін екі маңызды адам бар. Олар әкеңіз бен анаңыз. Солардың разылығын алып қалыңыз. Үшінші, өмірде қандай да бір қиыншылыққа жолықсаңыз, сабырлық таныту және намаз арқылы Алладан жәрдем сұрап, сол жамандықтың кесірінен Аллаға сыйыныңыз. Төртінші, екі нәрседен әсте қорқушы болмаңыз. Олар рызық несібе мен ажал. Бұл екеуі міндетті түрде келеді. Бесінші, екі нәрсені ешқашан есіңізге алмаңыз. Тіпті оларды ұмытып кетіңіз. Олар біреуге жасаған жақсылығыңыз және басқадан көрген жамандығыңыз. Алтыншы, екі нәрсені әсте ұмытпаңыз. Олар әлемдердің Раббымсы Алла және ақыретіміз.